Қайырлы күн, Балқаймақ арнасының көрермендері. Бүгін сіздермен зебра пирогын пісіретін боламыз. Жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз, сүтімізді, ұнымызға қопсытқышпен қазіргі дүниемен ұнымызды жақсылап араластырамыз. Ұнымызды сұйық массамызға қосамыз, бөліп қосамыз. Аз-аздан салып араластырамыз. Дәл видеодағыдай. Жақсылап араластырамыз, бір қалыпты масса болу керек. Ванилинді саламыз. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне какао салып, жақсылап араластырамыз. Енді формамызға пергаментті төсеп, бірінші ақ тестамызды саламыз. Екінші шоколадты тестамызды саламыз. Дәл видеодағыдай қылып, бірін кетін солай жасап сала береміз.
палочкамызды алып, дәл видеодағыдай қылып, узор жасаймыз. Пешімізді 180 градуста 45-50 минутта пісетін болады. Піскенін зубочисткамен тексеріп көріп аламыз. Әрбір жерін дәл осы видеодағыдай қылып тесіп, шоколадты глазурымызды құямыз. Бірнеше сағатқа суытуға қоямыз. Содан соң барып формамыздан аламыз. Біздің кексіміз уже суыды. Қант ұнтағын себеміз, сахарный пудра. Осылайша біздің әдемі кексіміз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер.